Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Өнер туралы әдебиеттер бөлімі сіздердің назарларыңызға Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикалық суретшілер одағының мүшесі, кескіндемеші Тұрсын Әбуевтің 85 жылдығына арналған Қазақ бейнелеу өнерінің шебері деген кітаптар көрмесінің бейне шоуын ұсынады. Тұрсын Әбуев Қазақстан бейнелеу өнеріне 1960 жылдары Қазақстан кескіндемесін өзіндік құбылыс ретінде танытқан ұлттық стильдің қалыптасқан кезеңінде келді. Салихиддин Айтбаев, Тоқболат Тоғысбаев, Шөмішбай Сариев және тағы басқа 60 жылдардағы қазақстандық жаңашыл суретшілердің қатарында Тұрсын Әбуев әлемдік мәдениет кеңістігіне дала көшін мәдениетін сенімді әрі көркемдеп жеткізді. Ол Гоголь атындағы Алматы көркем сурет училищесіне 3 мәрте құжат тапсырады. Бірден түс алмауының себебі бар. Бейнелеу өнеріне келгенде алдына жан салмағанымен орыс тілінде диктант жазудан сүрінетін. Қазақ мектебін тәмамдаған бала орыс тіліне шорқақ еді. Ақыры арманына жетіп, оқуға қабылданады. Арнайы оқу орнында Айша Ғалымбаева сынды қылғалам шеберінен сабақ алады. Творческий қалыптасып, сол уақыттан мен өзімнің жеке почеркімді тауып үшін натюрморттардан бастадым. Бұлай копировать ету емес, жаңағы әр натюрморт жасағанда ойланып, композиционна қалай болады. Ешкімге ұқсамайтын етіп қою керек жаңа постановканы әр. Сол уақытта мені сенит ете бастады жаңа. Тұрсын Әбуевтің даралығы Кеңес одағы атынан халықаралық симпозиумға жолдама алған жалғыз қазақ. Чехословакияда өткен іс-шара жеңістің 30 жылдығына арналған еді. Ол 1975 жылы болатын. Сонымен соған 1,5 ай жаңағы неде Германиядан келген, жаңағы Чехиядан келген, Словакиядан келген 5-6 суретші жаңағы әрқайсымызға жеке-жеке мастерской берді, жеке-жеке жататын орын, питание бесплатно, сондай условиясы өте жоғары. Краскасын бесплатно, холст бесплатно. Пожалуйста, тек қана жұмыс істе дейді. Соны стипендия төледім. 3000 крон айына. Соны кейін 45 күн уақыты біткеннен кейін қайтайын десем, тағы қалыңызшы дейді, тағы бір жарты айға дейді. Соны кейін Германиядан келген аржағында жақын ғой, Берхард деген бір суретші. Ол қалды, мен қой бала шағамды сағындым, жетеді осы деп кеттім сонда. Ол үздіксіз еңбек етуді дағдыға айналдырған. Оның еңбек қорлығын ай сайын өтетін тақырыптық көрмелерді қалт жібермеуінен байқауға болады. Оған тың, астық, металлург, комсомол, ұлы отан соғысы атты көрмелердің барлығына шығармаларын ұсынуы дәлел. Туған жердің тарихына терең философиялық байланысты тапқан суретші өз шығармашылығында өмірдің көп қырлылығын, оның сұлулығы мен құндылығын өзінше талдайды. Алғашқы жұмыстарын өзі-ақ оны шығармашылығында халықтық өнер мен заман дәстүрі тоғысқан суретші ретінде танытты. Терезе алдындағы гүлдер, домбыра бейнеленген натюрморт, қобыз бейнеленген натюрморт, тағы басқа ертеректегі натюрморттарында өзінің дүние сезіммен түйсігін айқындаған суретшінің дара қыры көрінді. Суретші сыртқы әсерсіз-ақ халықтық дәстүрдің ең маңызды қырлары, ою өрнектердің декоративті сұлулығына және байтақ даланың кеңдігі мен шапқан аттың дүбірі, естілетін қазақ халық музыкасына, телінген ежелгі қазақ жерінің поэзиясына жүгінген жан сезімінің қағысын бере білді. Суретші болу үшін көп іздену керек, көп еңбек ету керек, көп наблюдать ету керек. Сол әркім өзінің чамасына қарай ақырындап жылжу керек алға қарай. Үлкен жұмыстар жасау үшін, мысалы мен «Өмір өзен» деген картина жазу үшін үлкен жолдардан өттім мен. Тұрсын Әбуев туындыларының басты тақырыбы тұлғалар портреттері, қазақы дүниетаным, салт, дәстүр мен тарих. Ол өз өмірін қылғаламен суреттей білген. Ұзындығы 23 метр, биіктігі 107 сантиметрлік «Өмір өзен» атты картинасында қамшының сабындай ғұмырын шебер бейнелеген. Майлы бояумен салынған бұл туынды Қазақстан рекордтар кітабына енген. Тұрсын Әбуев
Кейінгі кездері өзі үшін жаңа болатын өнердің екі түрі мүсін мен ландшафттық дизайнда да өзінің мүмкіндігінің мол екенін көрсетіп жүрген суретші. Оның үйін ішіне көрік беріп тұрған ағаш мүсіндер мен мозаикалық композициялар ерекше арт кеңістік құрайды. Ол жұмысын бір сәтте тоқтатқан емес, шеберлік сабақтарын өткізіп, көрмелерге қатысын жалғастырып келеді. Қазақстаннан басқа Ресей, Өзбекстан, Түркия, Корея, Тәжікстан, Армения, Азербайжан, Австрия, Голландия елдерінде өткен көптеген халықаралық көрмелерде өз туындыларын халыққа көрсетті. Тұрсын Әбуевтің еліміздің және шет елдердің көптеген мемлекеттік және жеке жинақтамаларында сақтаулы тұрған жұмыстары туған жеріміз Қазақстанның сұлулығын паш ете бермек. Құрметті оқырмандар, назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.